Білім беру ұйымдары кітапханаларын дамытудың жаңа бағыттары және мүмкіндіктері тақырыбындағы аймақтық онлайн семинар өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының құрылғанына 5 жыл толуына орай Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында өткізілді. Семинардың мақсаты ақпараттық кеңістікті кеңейту мен білім берудің рөлін арттыру жағдайында білім жүйесі кітапханаларының жұмысын жаңа тәсілдерге бағдарлау, кітапханашылардың кәсіби біліктілігін арттыру. Семинарға өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалдары, қалалық, аудандық білім беру ұйымдарының кітапхана қызметкерлері қатысты. Семинарда ақпараттық сауаттылықты арттыру мен білімді ұрпақ тәрбиелеуде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын жүзеге асыруда өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры, филология ғылымдарының кандидаты Әбішева Нұргүл Молдабаевна ашты. Бұдан ары институттың кітапхана бөлімінің бастығы Ермекова Нұргүл Нұрдаулетовна білім беру ұйымдары кітапханаларын дамытудың жаңа бағыттарына тоқталды. Семинар кітапханашылардың кәсіби құндылығын қалыптастырудағы өзіндік тәжірибелерімен бөліскен өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының батыс өңірдегі филиалдары Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау облыстарындағы педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты кітапханаларының жұмыстарымен жалғасты. Қатысушылар веб 2.0 технологиясын қолдану, кітап қорын электрондық құжаттарын қалыптастыру, кітап оқуда жаңаша тәсілдерді қолдану барысындағы тағы да басқа өзекті мәселелерді талқылады. Семинар соңында кітапхана пайдаланушылардың білім алудағы қажеттілігін ақпараттық технологиялар негізінде қанағаттандыруға жағдай жасау секілді ұсыныстар қабылданып, сертификаттар табысталды.